қазір мына видеоны ютубқа саламын. Бұл жерде кішкене өткізіп көрейік. Серверлік бөлмеде дайын болды. Жалпы кабельдер мына жерде шашылғанмен кішкене жиналады. Одан кейін құрылғылар келді. Мына жерде Ruiji'дің свитчі, Access Point барлығын көрсетеміз. Одан кейін әрине түсінікті, свитч коммутаторларды қосамыз. Қазір мына жерде Wi-Fi точка доступ, Access Point Ruiji компаниясының Wi-Fi 6. Бұл жерде сапасы өте жақсы. Өте тығыз, көп қолданушы бар офистарға арналған. Жақсы жұмыс жасайды. Мына жерде патч-панель, патч-кордтарды көреміз. Одан кейін қазір қараңыздар, кішкене жылжытамын. Мына жерде жаңағы Access Point-тардың қалай бекітілетіні, мына жерде назар аударатын болсақ, тілше бар деп айтсақ болады. Міне артқа қарай жиналады, ашылады. Одан кейін Access Point-ты жақсылап бекітуге мүмкіндік болады. Яғни мына жерде темір тағы да бір тетігі бар. Осы жер құлыптанады және бізде Access Point бекітіліп орнатылады. Одан кейін свитчтерді көреміз. Мына жоғар жағында POE свитч 8 порттық, төмен жағында 48 порттық үлкен свитч. Одан кейін мына жақта жоғар жағында кішкене осы жаңағы потолокқа бекіткен уақыты. Мына жерде AX6000 модель екенін көреміз. Жалпы Ruiji компаниясы қытайлық бренд, өте тамаша өнім шығарған деп ойлаймын. Бұл компанияның өнімдері, мысалы салыстыратын болсақ, қазір мысалы Микротиктің Wi-Fi өте қиын, шынын айтқанда. Мен өзім жұмыс жасағам. Микротиктің Wi-Fi өте қиын. Бұл жерде мысалы hardware, сол жерде wireless жүйелеріне келейік. Мысалы офистарға арналған Wi-Fi жүйелері, мынау енді сыртқа арналған жаңағыдай нүктелерін көреміз. Бірақ айтайын деген, микротикке қарағанда қиын. Микротикке қарағанда өте оңай, жеңіл. Ruiji компаниясы өте керемет. Ал енді американдық Unify мен салыстыратын болсақ, ол кезде салыстыруға келеді. Яғни Unify мен Ubiquiti компаниясы, осы Unify компаниясы мен Ruiji'дің ұқсастығы бар. Негізі шын айту керек, Ruiji компаниясы сол жақтан жаңағы идеяларын жалпы алғанға ұқсайды негізі. Енді қараңыздар, жаңа біздің қойған жүйеміз, мысалы 60 күн өткен екен, шын айтқанда, және 60 күн бойы ешқандай үздіксіз жұмыс жасап тұр. Міне интернетке байланыс бар. Біздің жаңағы 8 порттық ES21210 GSP деп аталынатын PoE switchті көреміз. Одан кейін біздің 3 кіру нүктелері. Бұлардың тағы бір кереметі, яғни точка доступтардың кереметі, бұлардың, яғни бұл жерде бір SSID, бір Wi-Fi атауын бүкіл офисқа таратады. Ол жерде автоматты түрде анализ жасалынады. Бұл жерде клиенттерді көруге болады, құрылғыларды көруге болады, жұмыстың жаңағы диагностикаларын жасауға болады, желінің жүктемесі, барлығы өте кең және мынандай керемет интерфейспен, оңай интерфейспен көруге мүмкіндік берілген. Енді бұл жерде қазір мен ішіне кіріп детальды мына жерде қарастырмаймын, бірақ Ruiji'дің мысалы біз яғни Home'ға барайық. Осы жерде мысалы мен демоны ашайын. Қараңыздар, демоның ішінде SMB дейді, Small Medium Business General Demo дейді, немесе SMN деп отырғаны. Бұл енді, мына жерде қараңыздар, бірнеше құрылғыны демо ретінде көруге болады. Так, бізге мынау қарапайым қайсысын қараймыз. Так, бұл жерде видеокамералар қосылған жүйені қараймыз. Бұл төмен жағында отель, бридж, екі құрылғының арасындағы бридж байланысы. Яғни бірнеше жаңағыдай қажеттілікке байланысты әртүрлі топология, әртүрлі шешімдерді ұсынады. Одан кейін ең қарапайым, мысалы ортақ демонстрацияны көрейік. Осыны қарай басайық, мысалы. Окей. Міне келеміз. Так, сәтті орнатылды дейді, проекті жаңаны қарауға болады. Мысалы қараңыздар, бұл жерде енді қарастырамыз. Мысалы мына жерде gateway шлюзі тұр, одан кейін төмен жағында switch, жаңағы бұл distribution level'індегі switch деп айтсақ болады, дистрибуция деңгейіндегі. Одан кейін мынау 4 switch, бұл жерде access level, келесі access level'дегі switchtер, мысалы топологиядағы. Одан кейін, қазір
Одан кейін төмен жағында 4 свич, бұл әртүрлі, әрине түсінікті, әртүрлі ғимаратта бөлек-бөлек қосылған, және сол свичтерге мысалы әрқайсына 2 access point-тан, одан кейін әртүрлі модель, яғни мынандай ішке арналған RAP 2260E деп аталынатын екі нұсқасы, мынаның біреуі, мынандай осындай типтегі біреу қосылған, мынандай біреу, яғни осындай топологияны, яғни тереңді түрде көрсетіп жатыр. Енді ары қарай қараңыздар, енді настройкасына баратын болсақ, әрине бұл жерде кішкене шатастырып қорқытатын сияқты болып көрінуі мүмкін, алайда кішкене шұқылап, яғни басып, бұл жерде ешқандай бір жағынан өте ыңғайлы. Яғни қараңыздар, мысалы бүкіл желіні қарастырсақ болады, яғни жаңағыдай міне топологияны көреміз, одан кейін ол жердегі VLAN-дарды көреміз, бұл жерде мультиван немесе ванды конфигурация жасауға болады. VLAN ID, яғни барлығын осылай көрсетеді, мына жерде бүкіл топологияны көрсетеді. Енді девайс конфигурация, яғни біздің офистағы орнатылған барлық құрылғылар. Сол жерде жалпылама шолу, соның ішінде біздің желіміздегі NAT технологиясы қосылып тұрады, әрине түсінікті. Бұл жерде NAT traversal, соның ішінде access control list, немесе simple network messaging protocol, IP MAC binding дейді. Барлық настройканы, яғни негізгі басты настройкаларды осы жерден көрсетіп болады. Одан кейін біздің енді жеке құрылғыларға келеді. Одан кейін мысалы мына жерде gateway шлюздің интерфейстері, ол жердегі жасалынатын роутинг, кіші орта бизнесте бір ғана негізі роутинг болады, мысалы көп жағдайда жаңағы интернетке шығатын роутинг, одан кейін филиалдарға роутинг болады. Одан кейін бұл жерде gatewayде әрине өзінің негізгі функциясы network address translation, ішкі желіні сақтықпен қорғайды және сыртқа шығарады. VPN, мысалы жаңағы сырттан ұзақтан жұмыс жасайтын қолданушылар немесе филиалдарға VPN болуы мүмкін. Енді одан кейін мысалы switchте әрине ең бірінші жұмыс жасайтын функциялары оның, ол жерде VLAN болуы мүмкін, роутинг енді көп жағдайда gatewayде болады, бірақ жоғары деңгейде болса switchде роутинг болуы мүмкін. Әрине луптан қорғау, DHCP снупинг қауіпсіздік, бұл жерде voice VLAN-дар жасауға болады, және оған quality of service, яғни voice-тарға приоритет берсек болады. Яғни IP телефондар жоғары жылдамдықпен ешқандай үзілісмей сапалы жұмыс жасау үшін. Одан кейін Wi-Fi құрылғыларды көреміз, wireless devices. Бұл жерде Wi-Fi құрылғылардың міне барлық жаңағы санын көрсек болады. Одан кейін ол жердегі радио жиіліктері. Радио жиілікті автоматты түрде жоспарлау, мысалы бір жаңағы каналдар арасында қақтығыс болмау үшін, Wi-Fi-мыз тамаша жұмыс жасау үшін. Одан кейін Wi-Fi-да мысалы жаңағы upload, downloadты шектеуге болады. Әр қолданушыға мысалы 10 мегабит немесе 6 мегабит жүктеп, яғни лимит жасап, бір қолданушының барлық сетті нагрузкамен отырғызып тастауынан қорғау мысалы. Сондай-ақ load balancing дейді, яғни бұл жерде точка доступтарға мысалы біреуіне 100 адам қосылып кетіп, екіншісіне мысалы 5-6 адам қосылып қалмай, олар тең бөлісу керек. Мысалы біреуіне 50 деген сияқты. Сондай-ақ wirelessте block list, allow list, яғни мысалы кейбір жаңағы шабуыл жасаса, немесе біреулер кірмеу керек болатын болса, немесе тек қана бір қолданушыларға мүмкіндік беретін болсақ, оны да жасауға мүмкіндік беріледі. Одан кейін firewall, әрине бұл жерде түсінікті. Firewallдың негізгі рөлі бұл жерде қауіптен қорғау, соның ішінде міне threat intelligence дейді, яғни қауіптерді автоматты түрде Cloud Ruigi компаниясының шешімдерін пайдалана отырып шешуге мүмкіндік береміз дейді. Security policy жазсақ болады, одан кейін тағы да block list, allow list, лицензиялар, network address translation. Енді құрылғыларды осылай жеке-жеке басып конфигурацияға барсақ болады. Мысалы Wi-Fi-ға келетін болсақ, көп жағдайда бізді қызықтырып жататыны, мысалы Wi-Fi-дың аты мына жерде, және ол Wi-Fi-дың паролі. Бұл жерде қазір ешқандай пароль болмай ашық тұр әрине, бірақ оны біз кішкене өзгертулер жасап, мына жерде атын өзгертеміз, одан кейін мысалы шифрование қойсақ та болады. Немесе мына жерде Wi-Fi әрине түсінікті, бұл жерде демо болғаннан кейін кішкене шектеулер болып тұр, алайда түсінікті, бізге қолданылатын мысалы Enterprise-да 802.1x протоколын қолдансақ болады, немесе қарапайым VPA, VPA3 деген кәдімгі парольдерді қойсақ болады. Жалпы бұл жерде конфигурациясы өте көп екеніне, яғни барлығын детальды түрде қолмен жасауға да болады. Сонымен қатар ол жерде жаңағы автоматты түрде мынандай, яғни өзіне басқаруға да мүмкіндік берсек болады. Бұл жерде 6 ГГц әрине түсінікті, бұл әзірге қолдау жоқ, бізде қазір 2.4 5 ГГц қолданылады. Сонымен қатар бұл жерде желінің
жағдайы, яғни Wi-Fi-дың жаңағы жағдайы қандай, біздің жалпы интернетке қосылу желісі қалай. Одан кейін жаңағы лог барлығын көруге болады. Сонымен қатар мен мына жерде кішкене таңғалып тұрған, неге біз басқа да көптеген детальді ақпараттар болатын қазір. Мына жерде IP менеджментті көрсек болады, мысалы желіні, жалпы айтқанда бүкіл осы офистағы қолданушыларды, клиенттерді, жаңағы құрылғыларды, жұмысшыларды, олардың қайда кіріп жатқаны, жалпы сетті жақсы мониторинг жасауға мүмкіндік береді жалпы. Ruigi компаниясы осы клауд шешімі. Жарайды, бұл жерде тағы да бөлек тағы сабақ жасай жатармыз. Бірақ айтайын дегенім, бұл компанияның шешімі жалпы керемет. Енді Unify, тағы да мен осы болашақта видео сабақтар саламын Unify-ға байланысты арнаға. Ол жерде де Unify-дың мысалы UCG Pro деген сияқты мысалы гетуейлер бар, көреміз. Мысалы мынандай гетуейлерді баптау жасау. Одан кейін тағы да басқа мынандай мысалы үлкенірек деңгейдегі маршрутизатор, оны да саламын. Және екеуін бір-бірімен негізі салыстыруға болады. Мысалы мынандай гетуей. Осы Ruigi мен микротикті негізі салыстыруға болады. Екеуінің арасында қайсысы мысалы бағасы жағынан, жұмыс өнімді жағынан тиімді екенін көрсек болады. Олай болса, келесі сабақта кездескенше, бұл жерде айтқым келгені, біздің алдында орнатқан осы құрылғымыз, мысалы 2 ай бойы әрине үздіксіз керемет жұмыс жасап тұр. Ол жерде кішкене тағы да қосымша оптимизация жасауға болады. Ол туралы клиент мысалы біледі. Жалпы жаңа көрсеткендей, мына жақта мысалы Home-ға барамын. Мысал ретінде мына осы жерде қойылған жаңағы офис. Бұл жерде мысалы міне 2 ай бойы, 2 ай бұрын қойылғандықтан осы 58 күн бұрын және 58 күн бойы үздіксіз жұмыс жасап тұр. Бұл жерде қазір ол жерде 25 клиент отыр. Енді әрине әзірге аз, бірақ болашақта тағы да қосылып 50 болады, одан кейін 100 болуы мүмкін. Мына төмен жағында мысалы желінің статистикасында көрсек болады. Мысалы түнгі уақыт әрине барлығы төмен болды, ешкім қолданбады. Одан кейін таңертең мысалы сағат 8:30 шамасында қолданушылар кіре бастады, және қазір жұмыс қызып кішкене жаңағы Wi-Fi-ға трафикке сұраныс туындаған байқаймыз. Жалпы арнаны қарап жүріңіздер, жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Болашақта Unify саламыз, одан кейін мүмкін Aruba, жалпы бір-бірімен салыстырамыз, тиімді шешімдерді таңдаймыз.